сәлем достар, сіздермен бірге киносый. Бүгін «Паразит» фильміне қысқаша шолу жасаймыз. Отбасы жертөледе өмір сүреді. Олардың ішінде ата-анасы және де баласы мен қызы бар. Отбасы пиццаның коробкасын жинау арқылы табыстарын тауып жүр. Бірақ та бір күні жігіттің досы оған ақша әкелетін тасты әкеледі. Осы сәттен бастап олардың өмірі өзгереді. Құдды бір тастың арқасындай. Досы жігітке: мен Америкаға оқуға кетемін және де сен менің орныма репетитор бол дейді. Және де олар бай әулет деп айтады. Жігітке әпкесі диплом жасауға көмектеседі. Сол арқылы ол үйге барады. Келесі аптада жігіт бай отбасының үйіне келеді және де оның дипломын әйел тексере бастайды. Және де оған жақсы төлеуге келіседі. Оқушы қыз оған ғашық бола бастайды. Келесі сабақтарда олар тілді үйренеді, бірақ та басқаша түрде. Кейін қыздың анасы жігітке баласы салған суретті көрсетеді. Жігіт те оның баласының талантты екенін айтады. Кейін жігіт әйелден осылай сұрайды. Это шимпанзе, правильно? Кейін жігіттің ойына идея келеді. Ол әпкесін суретші ретінде таныстырмақ болады. Кейін әпкесі отбасымен танысуға келеді. Бала болса оны тыңдай бастайды. Әйел шок болады. Әйел оны бірден жалдауға келіседі. Күйеуіне айтады. Кейін оны үйіне апару үшін жүргізушіге тапсырады. Қыз жүргізушімен үйіне кетіп бара жатырғанда жолда өзінің турсиін шешіп, машинаның артқы қалтасына салып кетеді және де метродан түсіп қалады. Келесі күні басшысы турсиді тауып алады және де әйеліне көрсетеді. Және әйеліне басқа себеп тауып, оны жұмыстан шығару керек дейді. Қыздан да жүргізушінің кеше өзін қалай ұстағанын сұрайды. Әрине біртүрлі деп жауап береді. Содан кейін әйел жүргізушінің ұятсыз екеніне сенімді болады. Сол себепті әйел жүргізушіні жұмыстан шығарады. Келесі күні қыз: жақсы жүргізушіні танимын, қаласаңыз номерін берейін дейді. Әйел келіседі. Бұл кім болуы керек деп ойлайсыз? Әрине, олардың әкесі болып шығады. Осылай әкесі де олармен бірге жұмысқа кіріп алады. Енді оларда басқа идея бар. Үйдегі қызметшіні жұмыстан шығарып, өздерінің аналарын орнына алмақшы. Отбасы қызметші әйелде персекке аллергия бар екенін біледі және де оның әйелдің көзінше туберкулезбен ауыратындай етіп көрсетеді. Әйел оларға сенеді және де қызметшіні жұмыстан шығармақ болады. Олардың жоспары іске асады. Осыдан кейін жүргізуші болып жасайтын әкесі бастығына жақсы үй қызметкерлері жасайтын компанияның визиткасын береді. Әрине, бірақ та бұл компания өтірік еді. Осы арқылы қыз телефоннан өзі жауап беріп, оларды алдайды. Әйел үйде өзінің қолынан ештеңе келмегесін компанияға хабарласады. Осы арқылы олардың анасын жұмысқа алады. Әрине, бай отбасы ештеңеден күдіктенбейді. Бірақ та олардың кішкентай баласы жүргізуші мен қызметшінің үстін иіскеп, мұғалімдердің үстінен де осындай иіс шығады деп айтады. Бірақ та ата-анасы оған сенбейді. Кейін балада ештеңе демей қояды. Бір күндері бай отбасы пикникке шықпақ болып жолға шығады. Кейін үйде алаяқ отбасы ғана қалады. Олар жұмыстан шығып кеткен жүргізушіні, үй қызметшісінің мүлде ойламайды. Жай ғана өздерінің жұмыстарын тойлайды. Осы жағдайлардан рахат ала бастайды. Не де бұл біздің үй деп санайды. Осы уақытта есік қоңырауы шалады. Бұл келіп тұрған бұрынғы қызметші екен. Отбасы болса не істерін білмейді, ал қызметші болса жертөледе бір нәрсені ұмытып кеткенін айтады. Енді отбасы ойланып, әйелді ішке кіргіземіз бе дейді. Осы кезде анасы қалып, басқа қызметшіні ішке кіргізеді. Кейін әйел жертөлеге кіріп кетеді. Анасы болса оны күтіп отырады. Неге ұзақ уақыт кетті дейді. Содан кейін оның артынан бармақ болады. Бұл әйелдің шкафты қозғай алмай жатқанын көреді де оған көмектеспек болады. Содан кейін оны ашады. Бірақ та онда не бар екенін түсінбейді. Кейін есік ашылады. Қызметші әйел бірден төменге жүгіреді. Онда оның күйеуі бар болып шығады. Ол бірнеше күн бойы тамақтанбаған екен. Себебі бұрынғы қызметші жұмыстан шығып кеткен еді. Ал жаңа қызметші болса оны көріп таңғалады. Әйел олардан: бұнда тұрғандарыңа қанша уақыт болды, не болып жатыр дейді. Осы кезде олар: 4 жылдан бері осы жерде тұрып келе жатырмын дейді. Әйелдің күйеуі коллекторлардан тығылып жүрген екен. Осы себепті осы жердегі бункерге келіп тығылған. Бұл туралы бұрынғы үй иесінен басқа ешкім білмейді. Әйел бұл туралы ешкімге айтпауын өтеді және де оған ақша беріп тұрамын дейді. Бірақ та әйел бұлай болмайды дейді. Осы уақытта ол үйдің басшысына телефон соғып, барлық жағдайды айтпақ болады. Ал бұл кезде оның отбасы артынан төгіліп түседі. Бұдан кейін отбасы жерге құлап, бір жерлерін ауыртып алады. Ал бала болса әке деп айтып қалады. Оны бұрынғы қызметші телефонына түсіріп үлгереді. Осыдан кейін жаңа қызметші мен оның отбасы оларға жағдайды түсіндіруге бекінеді.
кейін бұрынғы қызметші мен оның күйеуі жоғарыға шығып жаңа отбасыға барлығын жасатады. Осы уақытта отбасы оларға шабуыл жасайды, телефонын алып өшірмек болады және де олардың арасында төбелес пайда болады. Осы кезде үйде телефон шырылдайды. Жаңа қызметші барып оны көтереді. Оның аржағындағы бастық әйел үйге қайтып келе жатырғандарын айтады. Себебі жаңбыр жауып кетті дейді. Және де сүйікті тамағымды әзірлеп беріңізші дейді. Бастықтың келулеріне біршама ғана минут қалды. Осы уақытта олар үйдегі барлық заттарды реттестіріп тығыла бастайды. Бастықтың отбасы келеді, қыз жоғарыға кетеді, ата-анасы оларға келеді. Осы уақытта бұрынғы қызметші әйелге келіп шындықты айтпақ болады, бірақ та оған жаңа қызметші мүлде жол бермейді. Осы сәтте әйел баспалдақтан құрап ауыр жарақат алады. Ал оның күйеуі болса лампаларды қозғау арқылы белгі беруде. Оны көрген жүргізуші еркекті байлап тастайды. Бұл уақытта қыз бен жігіт отбасыға білдірмей үйден қашудың жолын іздеуде. Жігіт ұсталуға шақырады, бірақ қыз қарамай кетеді. Үй иелері төмендегі диванда демалмақ болады. Ал бұл кезде алаяқ отбасы не істерін білмей столдың астына тығылып қалады. Жұп кішкене әңгімелеседі. Ер адам болса жүргізушіден біртүрлі иіс шығады дейді. Кейін олар бір-бірін құшақтап аймалай бастайды. Кейін жұп ұйықтап қалған кезде отбасылар қашып үлгереді. Олар өздерінің үйлеріне келген кезде үйлерін су басып жатырғанын көреді. Жігіт фильм басындағы досы берген тасты алып үлгереді және де басқа отбасы мүшелері заттарын алып басқа да адамдармен бірге отырады. Кейін үй иесінің әйелі отбасыны бөлек-бөлек баласының туған күніне шақырады. Содан кейін барлық қонақтар келеді. Ал жігіт пен қыз әлі де тілді үйренуде. Содан кейін жігіт сумкасынан тасты алып шығады да жертөледегі адамдарды өлтірмек болады. Бірақ та әйелінің өліміне қайғырған ер адам жігіттің басына жіпті салып оны сүйрейді және де оны таспен бір ұрады. Кейін оның әпкесін іздеп шығады. Ол қызға пышақты нұсқамақ болады, бірақ та ол бетіне тортты жабыстырып жібереді. Туған күн иесі мұны әрине күтпеді. Баласы сол жерде талып қалады. Ата-анасы оны көріп шошып кетеді. Қызға шабуыл жасап жатырғанын көрген отбасы оған қарсы шықпақ болады. Анасы шыдамай оған жүгіреді. Әкесі қызының қанын тоқтатпақ болады, бірақ та барлығы қашып жүреді. Тіпті баласының басындағы жарақатты көреді. Осыдан кейін үй иесі жүргізушіден машинаның кілтін сұрайды. Ол кілтті алмақ болғанда қылмыскердің үстіне жүргізушінің әйелі құлап, оған шашлик тұрған шомпылды тығып алады. Ер адам қылмыскерден біз таныспыз ба деп сұрайды. Содан кейін оның қасындағы кілтті алып кетпек болады. Бірақ та бұның барлығын жүргізуші көріп тұрып, үй иесі кетпек болғанда оның денесіне пышақ тығып алады. Үй иесі сол жерде өледі. Әйелі болса талып қалады. Арада біршама уақыт өтеді. Жігіт ауруханада жатады. Оның миына операция жасаған екен. Содан кейін анасы мен жігітті сот залында кездестіреді. Оларға жеңіл жаза береді. Отбасы осыдан кейін үйіне қайтады. Ал әкесі болса мүлде жоғалып кетеді. Ол жертөледе тығылып жатыруы мүмкін. Мұны жігіт үй иелерін бақылап тұрған кезде светтердің жанып тұрғанынан байқаймыз. Осы арқылы ол әкесімен сөйлеседі. Және де жігіт көп жұмыс жасап, осы үйді сатып аламын дейді. Әкесіне сетпемек болады және де тасты өзінің нағыз орнына апарады. Фильм ұнаса арнаға тіркелсеңіздер, жылдың соңына дейін 100 000 оқырман жинағым келеді. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар.